Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен 92-лер сериалының 6-шы сериясы. Бүгін біз көріп тұрғаныңыздай Атыраудың көркі ақ жайығымыздың жайық жағалауымен жол жүріп баратырмыз. Алдағы уақытта бүгін 6 наурыз. Бүгін бұйырса Атырау мен Ордабасының матчы болады. Ол матчта енді Атырау деген әрине өзінің жерінде Ордабасыны жеңуге тырысады, жанкүйерлердің қолдауымен міндетті түрде. Осы матчқа жанкүйерлер көп келеді деп күтілуде. Дегенмен бүгін жұмыс күні болғанымен және де матч сағат 5-те болғанымен, кешкі 5-те болғанымен, бүгін жанкүйерлер бірталай келеді деп күтілуде. Өздеріңіз көріп отырғаныңыздай, қазір біз сағат 3:30. Біз қазір Атырауда осындай керемет ауа райы, кішкене аяз бар, жылылық бар және желдің самалы бар. Біз қазір Жилгородокқа шейін барамыз. Сол жерде Шоқан бауырымыз келе жатыр. Комментарийде көбіңіз жаздыңыздар. Шоқан қайда, Шоқансыз қызық емес деп, Шоқансыз қарамайым, қарағым келмейді деп. Сондықтан 6-шы серияға Шоқанды шақырдық. Шақырғанда қалай өзі айтты, мен серияға түскім келеді деп. Енді жалпы Атырау бірінші турда Елімайды ничия 0-0 бір ұпай еншіледі. Қонаққа барып, Елімай командасының стадионы әзірге дайын емес. Сондықтан матчты Павлодар қаласында өткізген. Алдағы уақытта сол Елімай командасы матчтарын әлі 4 айдай Павлодарда өткізеді деп күтілуде. Мүмкін одан ертерек өзінің стадиондары дайын болады деп жанкүйерлері айтып жатыр. Ал Атырау өзінің матчын өзінің үйінде, Мұнайшыда өткізеді. Керемет жаңалық қой, Сондықтан баршаңызды осы матчқа қолдауға келуге және осы матчта Атырауды қолдауға шақырғым келеді. Ана жақты жайлап түсірсем болады, Шоқан бауырым келе жатқан сияқты. Шоқанчик. Қазір петличкамды дайындайын, Шоқанға петличкамды ұстатайын. Сосын әрі қарай екеуміз өзіміздің 92-лер сериалымызды түсіреміз, құрдастар болып. Шоқан енді рухфайтингпен басы полностью рухфайтинг болып жүр. Желание бешеный рухфайтингке. Құрдас, ассалаумалейкум. Ал бүгін 6 наурыз, бұйырса Атырау Ордабасы. Өзің енді осы сериалға түсемін деп 6 серияға желание бешеный деп айтқасын. Нұрболат бауырымыз енді сабаққа дейін осай түсіріп тастайық аға деп. Дұрыс. Көрермендерге таныстырып келе жатырмын. Біз қазір набережканың бойындамыз. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай Атырау ақпарат. Және мынау кімнің несі? Мына газеташкасы? Оны білмедім. Бір әкімдік сияқты, по-моему. Жақсы. Бір тоқтырып ойнаймыз. Қалай ойсың матч туралы? Ойынды айтып жүр. 2-ге өрледік. Атырау деп тұрық сан. Ордабасы чемпион ғой. Ордабасы чемпион, Бірақ Ордабасы деген қанша деген 5-0 Шахтерді ұтып кетті. Енді соған қарағанда мен ойымша бір тең ойын болады деп ойлаймын енді. 1-1 депсің бе? Есеп 1-1 немесе 0-0. Елімаймен очень қызық болды да? Өте қызық болды. Біз Елімаймен матчты жігіттермен жиналып MVP деген спорттарда қарадық. Есінде ма? Подкаст түсірдік қой, бірінші подкаст. Білем ғой, неде ол. Скайрапорт. Скайрапорт жақта ғой. Жетіқазына жақта ғой. Өзен не жаңалық? Ешқандай тыныштық. Ауа райы тамаша болып тұр. Ауа райы керім. Жылы Қайта. Жылы ауа райы көріп тұрған жоқпын. Құрметті көрермендер, бізде рухфайтингке өзіміздің өтінішімізді жазып электронный почтасына жібердік.
рухфайтингтің адамдары осы серияны қарап отса, құлақтарыңа алтын сырға, сол заявканы қараңыздар. Немесе не керек рухфайтингке? Біз Алматыға барып, сол жерде көзбе-көз кездескенді қалап тұрсыздар. Сөйлесіп дейсің де. Иә. Рухфайтингке мүмкін Алматыға барып, сол жерге кіріп барып, аяқпен теуіп кіріп былай. Өзің қалай ойлайсың? Барған жақсы деп ойлайсың ба жалпы? Жалпы негізі Сики братан бар ғой, бір адам тауып, өзі барып сол жаққа, сол жақтан бір соперник тауып, кеше бой өткізді дейді ма? Амиго красавчик, Кеше өткізді ма, бүгін өткізе ма бойды? Так, кеше деген сияқты. Бүгін ба, ол енді берсе, ала берсе ютубтан көреміз. Оның бәрі интрига ғой, рухфайтинг. Пресс-конференцияға қатысты, бойына қатысып отыр. Молодец, амиго красавчик. Не болса да жеңіс тілейміз. Атырауалға. Қолдаймыз ғой барынша. Бізді де қолда, амиго. Бұл серияда. Амиго бізді де қолдақ қой. Тикошқа тағы да айтамыз дейсің де. Ачара күшчу. Тикошқа жаздым директіне, бірақ Тикоштан жауап болған жоқ, бірақ лайк басып жүр. Сенің комментарий жазып жүр, оған бөліп. Посттарыңа комментарий жаз. Тиктокта. Көрдің ғой. Сені қолдаймыз. Жақтаймыз. Чаттарға жібереміз. Иә, амин. Атырадан үшінші оға шықса да үстінен болмай ма? 300-дің балдары болып қолымызға найзамызды алып файтингті шулатып кетпейміз бе? Өте дұрыс. Ала бұйырса, кешіріп қойыңдар. Құрдас, енді өзінде желание бешено дедім, алдында 4-ші серияда да айтып кеттім. 5-ші серия сенсіз болды ғой. Енді комментарийларды оқыдым, просмотрды аз оқып қалды 5-ші серияда. Бір 100 просмотрға жетер-жетпес оқып қалды. Ол бұйырғаны вады ғой енді. Бірақ комментарийде бәрі айтып отыр. Шоқансыз қызық емес. Шоқансыз қарағым келмейді. Шоқанды қосыңдар. Рухфайтинг не болып жатыр деп. Былай жалпы біз сериал түсіріп жүрміз, Инстаграмда жарып жүрміз, ТикТокта жарып жүрміз. Қазір уже 500 подписчигім бар екен. Инстаграмда, ТикТокта. Общий екеуін қосқанда, Facebook әрмен қосқанда 1000 подписчигім бар примерно. 1000 көрерменім бар қазіргі уақытта. Бар ма бір ощущение, бір как будто поддержка бар сияқты ма, адамдар танып отырған сияқты ма? Енді өте айтпай қойын енді. Көшеден көріп қойғанда енді. Құттай оларды алмағанда енді. Жұмыстан ба? Жұмыстан бар, неден бар. Енді мысалы, біздің аттарымыз балдар көшеден көріп қойғанымызды танымаймыз. Естімейміз дегендей. Бірақ енді айтып отыр, давай, братан, бас. Қолдаймыз, бүйтеміз, сөйтеміз. Соның өзі қаншама мотивация. Бүгін матчта адамдар сені көреді ғой, бұйырса. Сол кезде сені танып қалады деп ойлайсың ба? Енді видеоларымыз нелеріміз деген 30.000 просмотр, 25.000 просмотр қойды. Енді подписчигіміз атылғанмен 25.000 просмотр. Бірақ активі мощный болып тұр, енді әңгіме жоқ. Медийность көбейіп жатыр. Қалайса енді оның 10.000 просмотр, қалайса 15.000 просмотр енді. 30.000 жақсы, 15.000 просмотр. Атыраудың адамдары ғой енді қалайса. Сол. Енді білмейміз енді. Болса таниды, танымаса танымайды енді. Біз аурумен ауырмаймыз ғой енді болса да. Давай бізге сәттілік енді бастадық до конца енді жіберу керек емес. Енді түйінкі боламыз ғой бұйырса. Құрметті көрермендер, мына жерде біздің Инстаграм бот, Шоқанның Инстаграмы бот. Мына жерде менің Инстаграмым бот. Ана жағында төменінде Нұрболаттың Инстаграмы бот. Бәріне поддержка бешено жасап беріңдер, құрметті көрермендер. Лайк басыңдар, колокольчик басыңдар. Атыраудың керемет жерлерін түсіріп алсаң бот, және оны сериалға обзор етіп салсаң бот. Ал біз стадионға жақындап қалдық, осы жермен өтеміз, құрдас. Сосын ары қарай стадион, ары қарай уже матч басталады бұйырса. Сосын матчтан кейін жайлап осы жермен қайтып кері жүреміз де, сосын үйлерімізге қайтамыз бұйырса. Жақсы жүр. Құрдас, мынау енді стадион енді. Стадионның артымен кіріп жатырмыз. Біздің сектор сразу көрініп тұр, 12. Мына жерде Атырау 6-й регион. Айналайын Нұрболат, Атырау 6-й регион.
Мына жерде 6 урт bilen жокпу? Большой запад, Westside. Әне, Westside'да тұру. Западная сторона. Әзірге тыныш, саат 3:30, әлі халық жиналған жоқ. Бұйырса 5-те матч басталады, сол кезде будет шумно. Бұйырса матчта кездесеміз. Атырау жеңіп кетсе екен да. 2-1 болады, 2-1. Сол достар, құрметті достар, лайк басыңдар, қолданыңдар, комментарий жазыңдар, колокольчик басыңдар. Атырау оған лайық қой. Біз де лайықпыз сіздердің қолдауларыңызға. Әдем балалар. Мына мусорды жинап тастау керек қой. Мусорды спецсатауаз алып кету керек қой. Алып кететін Не бой. бардак? Мындай контент кімде бар мындай контент? Стадионға смел кіріп кететін. По газону не ходить дейді. Не ходи. Құртас жылы екен. Теплый у вас-то. Мынаны прям жақыннан түсірші, адамдарға қызық сияқты. Ворота қандай болатын. Ворота мынандай болады. Жігіттер сеткасы мынандай болады. Жақыннан түсіріп ал прям. Мынандай болады. Адамдарға қызық қой қанша дегенмен. Не. Экранның ар жағынан. Так, неше метр ворота? Санап жіберейік. 7 метр деп ойлаймын. 2, 3, 4, 5, 6. 6 метр. Ал, бұйырса матчта болады. Матчта тағы түсіреміз, ал кеттік қой. Кіммен кім ойнап отыр бүгін? Шымқаланың командасы. Атырау Ордабасы. Ебі, лестница сыймай кетіп қой. Қалай, стадион жақсы ма? Жайлап шүкір өздері. Атырау тренировка бастап кеткен сияқты ғой. В общем, счет 2-1 әнес. Кім ұтады деп ойсың? Ордабасы, Атырау? Базар. Қара мені. Жайлаптан сенің рухфайтингтің темасын жайлап қозғап отырмыз интернетте. Шолап отыр, халықтың бәрі біліп отыр. Видео түсіріп отыр, түсіріп алшы. Айбар ғой, айбар. Алейкум ассалам, қалай жақсың ба? Ялсы көрмі. Түсіріп алшы, түсіріп алшы. Инстаграмда жұлдызсың. Ала бұйырса, конечно. Жайлап фанаттарың көбейіп отыр екен. Шоқан? Жайлап фанаттарың көбейіп отыр екен. Стадионда танып отыр адамдар. Бұйырса. Неше қазір подписчигім бар Инстаграмда? 1000 бе? Қой қайда 1000? 400. 400? Нормально, басында қанша болды? Басында 53 болды, в общем айтқанда. В общем, 53 подписчиктен 400. 50 болды басында. Фанаттарың көбейіпті, ал құтты болсын. Біз енді 60 серияға сен өзің айттың ғой. Вызов тастау керек, интернетті жару керек, рухфайтингке кету керек. Алматыға баратын ой бар ма? Алматыға барып қайту керек бұйырса. Түшіш бере қарай. Нормально кеттік. Бұйырса барамызға Алматыға, алай бұйырса бір наурыз айында ма бұйырса барып. Бұл күн жанып тұр. Наурыздың нешесі кетейін деп отырсың? Наурыздың бір 19-20-сында иншалла Алматыда боламыз ғой. В общем 21-інде Алматыда боламыз конкретно айтқанда. Бізге спонсор табу керек, білмеймін, менде тиын жоқ бар ғой. Бұл жер қиыптайсың тиын жоқ дегенде. Сенде тиын жоқ қой Жоқан. Қима ештеңе, қима. Ашығын айта берейік. Бізге бұйырса демеуші керек. Жігіттер, осы жігітке спонсор болам десеңдер, эмблемаларында бүкіл рухфайтингке шығарамыз. Бұйырса. Мынау жігіт өзіне уверен болып тұр Шоқан. Бұйырса победа біздікі деп тұр. Мына кімдерді Ордабасының нелерін түсіріп алшы, футболисттерін. Ұзақ түсірші. Түсіре бер. Мынау Ордабасының футболисттері қарашы, бәрі алдында Бискинова еріп тастады ғой. Түсіріп тұра бер.
Мысалға айырды, Кімді ұтты Бискені? Бискені Шахтерді ұтты осы. Базар жоқ. На Федин бізде ойнап кеткен бала ғой Атырауда. Федин бе? Иә. Мұсылман ғой, ислам дінін қабылдады. Ордабасы бүгін шайқаймаса жақсы болар еді бар ғой. Бір победа болса жақсы болып Бұйырса, кетеді. иншалла 2-1 Атырау. Алады деп тұрсам бір гол салады да Ордабасы. Білмеймін бар ғой, Ордабасы бүгін алдыңғы жыл чемпион болды, осы жылы тағы 60 миллионды алып алды, неден үліп кетті ғой, Уинтер кап па бірдеңе. Суперкубокты ұтып алған сияқты ғой да? Суперкубокты тоғылып кетті. Қараш, спонсорлары Отау деп тұрған сияқты, по-моему. Жақында жүрші Отау деген. Баяғыдан Отау болады спонсорлар. Да? Бойлары ұзын екен не? Бойларда өзім баршылар бар. В общем, бірдес ойын біткеннен кейін итогы жүргізіп, сосын выезд лақтырармыз. Бүгін жақсы болып кетті әйтеуір. Стадион толып жатыр, тегін болып, адамдар көбірек келіп жатыр, жақсы болды. Әлі жатса уақытлар бар. Ораза деп бір тегін ұйымдастырыпты ол стадион, молодцы. Бірақ билет тапқан адамдар бар енді оғарға енді кішкене не болды енді. 5-ші серияны көрдің бе? 5-ші серияны көрдім, иә. Қалай, нормально шыққан ба? Без тебя? Бірақ комментарийді мен саған оқып берейінші, комментарийді бірдеңе деп жазып отыр адамдар, қазір оқи қойыншы. Іздеп отқандар бар ма? Бізді де түсіре берсем болады, Нұрболат. Қазір мен комментарийді қосайын саған. Мына телефон түсіре бер жаратан. Комментарий. Ұзақ загружаться етілған кесіп тейсің ғой. Бақ, походу, глушка қосылған сияқты. Міне. Молодец, өзбек вызовы бросает дейді сені. Өзбек дейді сені, прикинь. Міне жазып тұр. Шоқансыз вообще порожняк дым қызық емес дейді. Ақжарда наоборот жол ужас қой. Бұл кісі сол асфальт төсеген работниктердің бірі емес пе екен дейді. Музыканың дауысын төмендету керек еді дейді. Саған сынап айтып отыр Нұрболат. Шоқансыз вообще қызық емес дейді. Бірінші ол Шоқанға салам ғой дейді. Шоқанда нән ұйқы ғой дейді. Ажа, оқымақ қойған. Я мұнан дүре сол Ақжар жақта ғой. Аяғы ауырма не Шоқанның ардайым ұйықтай бер. Вообще көріп отырсың ғой. Комментарий бешеный. Соңғы серияның просмотры 97 просмотр болыпты ғой. Сенсіз просмотр аз екен енді Шоқан. Көріп отырсың. Мен фанаттарым болып тұр ғой деймін бе? Сен фанаттарың мықты ғой. Жайлап болса көтерілеміз енді. Медина жинау керек қой бірінші мақсат. Алдағы уақытта. Жүр Нұрболат, келіп бара берейік. Аққұрдас. Аққұрдас. Айта. Мына стадион жақсы ғой, бірақ қараш. Бізге мына стадионға навес керек сияқты. Навес керек. Навес салып болғанша ол дейтін ерсін. 15-20 жыл кетеді ол. Сосын мынандай сиденьяларды, андай жабылатын сиденья жасау керек. Қара, сиденьяларды қараш. Просто мынандай сиденьяды. Кейбір стадиондарда сиденья былай жабылады, ашылады. Стадионның бәрі балшық көрдің бе? Бір минусы бар енді. Салынды, бірақ минусы енді балшық. Адамдар отыруға неприятно болды. Дұрыс айтып отырсың, құрдас. Жалпы алдыңғы жылдан қарағанда осы жылы акустика жақсы екен. Жақсы. Нұрболат, сен мына жақтан түсіресің бе, мына жақтан? Осы жерде түсір енді. Бірінші матч, екінші матчтар басқа жақта болатын еді Атырауда. Осы жылы соңғы 1-2 жыл болды, қуантатын әйтеуір өзіміздің жерімізде болады әйтеуір. Қаламызда болады. Сен де Шоқан фанат ФК Атыраудың атын абыройын көтеріп жатсың. Саған рухта сәттілік. Бұйырса Алматыға барам деп отырсың 19-ында. Мен де под вопросым, барам ба, бармаймын ба? Бірақ сөмкесі жақсы білесің ғой сен. Сен бір ойлағандың бар ғой не болса. Ишпаған әкесімін қанша деген. Бір ойлағаным. Бірден ойлап тауып дегендей. 19 ұйықтап қалуға болмайды. Ұйықтап қалған дейсің да. Нән ұйқы қодым. Нән ұйқы қодым, бір жазғандарды. Бұйырса құрметті көрермендер, ойын біткеннен кейін кездесеміз, алла бұйырса выезд тастайтын жігіттер бар, соларға выезд тастаймыз. Үшін матч соңында бұйырса алла бұйырса кездесеміз. Айтпақшы, Сикиді айтты. Мен де айтып кетіңдерші сериалдарында деп сәттілік тілеп қойшы. Сики Амиго красавчик пресс-конференцияға қатысты, оған бүгін бой болып жатыр. Сико Амиго сәттілік, жеңіс тілейміз. Мына жерде Инстаграм болады Сико Амиго. Тіркеліп кетіңдер. Тіркеліңдер. Барынша комментариймен, репостпен көмектесіңдер. Атыраудың намысын қорғап жүрген жігіттердің бірі.
Кикош екеуі бүгін или ертең бойлары болады бүгін. Иншалла. Біздің Атырауның жігіттері Қойыңдар, инстаграмдар шығады, тіркеліп қойыңдар. Енді Кикоштың подписчиктері болып қойынды. Амиго, Сико Амиго тіркеліңдер, қолдаңдар, комментарий жазыңыздар. жайлап ана жерге түсіріп алшы, болады адамдар келіп жатқанда жайлап түсіре берші. Біз сияқтынан келе берейік, біз сияқтынан жүре берейік. Құрдасына мусорларды қара алынбаған. Не, оңысырға алатын бар енді ол дейтін. Матч бітті. Бірге өріп болдық. Көрермендер. Өкінішке орай деп айтайық десек те айта алмаймыз, әдемі ойын болды енді. Бірақ әдемі гол салды ғой соңында. Әдемі өзімізге гол салдық. 90-шы минуттың 4-ші минут қосылған минутында Ерсұлтан Қалдыбеков, Тараздың жас баласы, жас жігіті Қайшылап теккен удармен есепті теңестірді. Бірге бір қылды. Халықта риза, бәріміз де ризамыз. Судьяның жүргізгені, судья жеткені ұнамады. Дәл осы жерде Ерсұлтанның гол салған видеосын Хасан airdropпен жіберем, соны жүктеп қой. Әдемі салған гол через себя. Нормально, пойдет. Бұйырса 30-шы наурызда Талдықорған жетісуын қабылдаймыз. Мұнайшыда, құрметті көрермендер, 30-шы наурызда полный стадион жинайық. Бүгін қалай жиналдық? Дәл солай, дәл одан да көп көлемде жетісуды қолдау өте маңызды. Көрдіңіздер ғой, қандай керемет қолдау жасадық, қандай керемет тамаша ойын көрсетті Атырау. Бәрі қолдауға да байланысты. Мысалы, саған Жоқан рухфайтингке шығуға қолдау болса, сен де рухфайтингке шығып бәрін жығасың. Айтпақшы, бағана адамдар сені танып отыр екен. Бан стадионда танып не істеп, давай, братан, талдырт, жырт, қолдаймыз сені, анау, мұнау, мүйт. Анау братанның сөзі ұнады, бір ғой, 76-шы жылы сияқты бағой. Келіп, мен оны танымаймын, сен танисың ба? Жоқ, мен танымаймын. Келіп, қолдарымызды алып, базар жоқ, жақсы нәрсе жасап жүрсіңдер. Сериалдарында қарап отырмын, керемет деп айтып отыр бар ғой. Өзің күшті мотивация болдың содан. Аласың, бағында сол енді. Өзіміздің Атырауның балдары бар, мысалы танымаймыз ғой енді. Келіп не істеп, давай, братан, рухфайтингке шайын деп отыр екенсің, қолдаймыз, анау, мұнау деп. Действительно, мотивация действительно. Одан сайын желание ашылды. Бағана біреу машинадан шығып алып, басын шығарып тұрып, деймін, Шоқан деген қолдаймын сені. Бар, жұрт, анаған басын бүйде дарабозды сындырып тастап, жайды сындырып тастап. Ал осыдан кейін рухфайтингке шығып атсақ енді қалай ұтыласың ал? Соны айтам. Андай мотивация деген не? Бүкіл кіші жүз сені отыр саған. Бұйырса рухфайтинг күт бізде. Волга кетір.
кіші жүздің балдары жатыр, қолдарына найзасын алып. Иншалла. Бұйырса шайқаймыз. Бұл сериалға да қолдау беріп отырыңдар, лайк қойыңдар, подписка жасаңдар міндетті түрде. Сақпы артында машина еді, жалғыз мобилогрымыз қақып кетсе оны. Жай жүріңдер. Одан да айырып болармыз. Ол жерде жай жүру керек. Бұйырса қолдаңыздар, құрметті көрермендер. Сіздің қолдауларыңыз керек біздерге. Лайк басыңыздар, тіркеліңіздер. Сіздер қолдаған сайын біздер шабыттанамыз, мотивация аламыз. Максимально шабыттанамыз. Комментарий жазыңыздар. Осының бәрін түсіріп жатық, не істеп жатық, одан дым пайда көріп жатқан жоқпыз біздер. Ноль. Тек қана операторымызға беріп тұрамыз, ұсақ тек 2000 теңгемізді. Ол да молодец, бұйырса алды өрт көтеріліп негізі Нұрболаттың еңбегі 20 000 теңге тұратын еңбек, бірақ бізге ағам деп көмектесейінші деп өзі ұсыныс айтқасын. Любой уақытта звондап былай қарайшық, Нұрбат. Мына жаққа шық, бері қарайшық. Любой уақытта звондаймыз. Келетін жерге бізден бірінші келеді бұл бала. Біздерді күтеді. Керемет бала, өте пунктуальный. Қолдақ қойыңыздар. Атырау политехникалық колледжінің ең мықты мобилографы. Нешінші курс оқисың? Екінші курс студенті. Ал құрметті көрермендер, тағы да айталаймыз, қолдаңыздар біздерді. Нұрболаттың подпискасы, Instagram бот, подписка жасаймыз міндетті түрде. Және құрметті көрермендер, біздің сериалымыз енді 6-шы сериясы осымен тәмам. Алдағы уақытта easy. біздің енді осы сериал 92-лер сериалының 7-ші сериясы түседі. Ең соңғы сериясы. Және сол серияда ең соңғы серия деп отырмын енді 7-ші серия. Содан кейін енді 2-ші сезонды алдағы уақытта Алла бұйырса енді кішкене спойлер айтсам ба деп едім. Алматыға кетіп қалып рухфайтингті Сол жаққа жалғастырамыз деп па? Рухфайтингке өтіп жатсақ егер. Чисто 2-ші сезон 92-лерден рухфайтингпен байланысты болады. Бұйырса, Алла бұйырса, көріңіздер, күтіңіздер, қолдаңыздар, сіздердің қолдауларыңыз керек біздерге. Қазіргі моментте сіздердің қолдауларыңыз қажет. Атырау халқы құтақандай қаламыз ғой қанша дегенмен. Бір-бірімізді танимыз дегендей ғой. Қолдаңыздар. Аз мұз тренировка жасап жүрейін деп едім, түсір болшы? Бұл жігіттің тренировкасын түсіріп олыңдар. Құрдас, классик киіммен қалай кетеді екен тренировка? Осындай дене шынықтыру керемет кешендері Атыраудың барлық жерінде болса керемет болар еді, да, Құрдас? Конечно. Өте керемет болар еді. Негізі керек қой осындай дене шынықтыратын осындай кешендер өте қажет қой. Бір күйлерімді қарап жүрейін. Көптен бері тренировка жасаған жоқпын. Бұл да рухфайтингтің байетісі бат, бұйырса, Алла бұйырса. Все? Біздер залда келесеміз 7-ші серия, Алла бұйырса. Бұйырса, залда келесеміз 7-ші серия, Алла бұйырса, иншалла. Көп ойлайтын бар, тренировка жоқ, анау-мынау осы қылтым сөйлеу деп. Бұйырса, құрметті көрерменді күтіңіздер, 7-ші серияны Алла бұйырса, залда келесеміз, иншалла бұйырса. Тренировкада келесеміз, бар, залы бар. В общем, алдағы уақытта 7-ші серия Шоқанның залында түсіреміз. Ол енді келесі аптада бұйырса түсіреміз. Немесе демалыста қашан демаласың сол уақытта. Бұйырса, бір апта, 2 аптаның ішінде түсіреміз ғой, бұйырса. Ал, біздің осымен 6-шы сериямыз өз мәресіне жетті. Әдемілеп монтажда Нұрболат.
халық көрсін, қолдасын, Атыраудың әдемі жерлерін, обзорларын сал. Міндетті түрде. Шоқан, кеттік. Все, болды. Шай ішіп, тамақ ішіп. Ага. Давайте. Подписка жасаңыздар. Мына жерде бәрі Instagram, TikTok, YouTube, телефон номер, WhatsApp бәрі тұрады. Мобил блогеріміздің инстаграмы бәрі тұрады мен жерде. Нұрболатқа заказ беріңдер. Ол жай кесілсем болады.